Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. 130-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сөз таптары. Сабақтың мақсаты мұғалімнің көмегімен жұмбақты шешу, мақалдың жалғасын табу, сөз таптарын еске түсіру. Балалар, біз сөз таптарының ішінде сендермен осы уақытқа дейін зат есім, етістік, сын есім, сан есіммен таныстық. Зат есім кім, не деген сұраққа жауап береді. Мысалы, ана, аю деген сөздер мысал бола алады. Етістік не істеді? Мысалы, жүгірді, секірді. Сын есім қандай деген сұраққа жауап береді. Әдемі, таза. Сан есім қанша деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 5, 6 деген сөздер мысал бола алады. Қазақ тілінде сөз таптары балалар негізі 9. Біз соның ішінде сендермен 4-еумен осы уақытқа дейін таныстық. Жалпы сөз таптарын атап өтейік. Зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, одағай, еліктеу сөздер, шылау және үстеу. 48-ші жаттығуға қараймыз. Өлеңді мәнерлеп оқы. Жазғы саяхат жыры. Асқар тау, ну орман, айдын көл, асыл кен, көгін ел, самал жел. Жарқын жаз шақырды қол бұлғап, жас ұлан, бізге кел, бізге кел. Жол ашық, көңіл шат, бол сергек, келеміз жорықта серуендеп. Ұлы отан жер қандай тамаша, көркейткен жемісті ұлы еңбек. Жас ұлан, кел біздің қатарға, дайындал жол ұзақ сапарға. Жан қияр ерлерше өсеміз, жан күшін арнаймыз отанға. Өлеңнің авторы Мұзафар Әлімбаев. Өлеңнің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта дейді. Яғни бұл өлеңде жазғы саяхат жыры туралы айтылып тұр. Жас ұландар туралы, олардың асыр салып серуенге шығуы туралы айтылып тұр. Және де жас ұландарға кел біздің қатарға қосылып, дайындал ұзақ сапарға шығуға. Және де үлкен ерлерше жан қиярлықпен отанымызға өз күшімізді арнаймыз дейді. Жазда не күтесіңдер? Мысалы, сендер жазда демалысқа баруды жақсы көресіңдер, балалар. Жазғы демалыста мен не үшін күтемін дейді. Жазғы демалыста асыр салып ойнап сендер, және де қыдыруға, тамаша, әсем табиғатты көруге, мәдени орындарға қыдыру. Және де осы туралы кішкене шағын әңгімелер. Өлең жолындағы бізде ең соңғы тапсырмада ұлан, ну, сергек, жанқияр сөздерінің мағынасын түсіндір дейді, балалар. Ұлан деген ол бала, ер жеткен азамат, жауынгерді айтады екен. Ал жас ұлан деген ол жеткіншек балдарды айтады екен. Ну деген бұл қалың орман деген мағынаны береді. Сергек деген ол өте зерек, ұғымтал, айтқан нәрсені тез қағып алатын, ұққыш деген мағынада айтылады екен. Жанқияр деген ол ет жақын, шын, мысалы, отан үшін шын берілген адамды, ержүрек, өжет, батыл адамды жанқияр деп осындай мағынада бұл сөздер айтылады екен, балалар. 49-ші жаттығуға қараймыз. Жұмбақтың шешуін тап. 4 ұзын аяғы бар, басында тарам-тарам таяғы бар. Өздерінде ойланып көріңдер, балалар. Басында тарам-тарам таяғы бар, ұзын аяғы бар. Есімізге түскен шығар, балалар. Бұл бұғы. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Сөз таптарына және сөйлем мүшелеріне талда дейді. Бұл жерде қарамен жазылған 4 ұзын аяғы деген сөз. Қанша? 4, сан есім болып тұр. Ұзын. Қандай?
аяғының қандай екен біліп тұр, білдіріп тұр. Бұл жерде бұл сын есім, аяғы, не аяғы деген бұл жерде зат есім болып тұр, балалар. Енді оқулықтағы 50-ші жаттығуға қараймыз. Мақалдардың жалғасын тауып жаз дейді. 7 рет өлшеп, 1 рет кес. Аңдымай сөйлеген, ауырмай өледі. Татулық табылмас бақыт. Жақсыда өкпе болмас дейді. Мақалдардың мағынасын түсіндіріп көр дейді. 7 рет өлшеп, 1 рет кес деген ол қандай істі бастамас бұрын жақсылап ойлап, бірден сол істі аяқта деген. Аңдымай сөйлеген, ауырмай өледі дейді. Қандай сөз айтар алдын кез келген сөзді айта салуға болмайды. Айтатын сөзді жақсылап бірінші ойланып, одан кейін сөйлеу керек. Татулық табылмас бақыт деген бұл тату болсаң, одан артық бақыт жоқ деген. Жақсыда өкпе болмас дейді. Міне жақсы адамда өкпе болмайды. Ол еш уақытта ренішті, өзіне қабылдамайды. Жақсы адам ол кек сақтамайды. Және де ол мейірімді болады. Міне жақсыда өкпе болмас деген мақалдар мағыналары осылай айтып. 51-ші жаттығуда балалар оқушының хатын оқы дейді. Сәлеметсің бе, Айдар? Кітабың үшін рахмет. Өте қызықты екен. Қалың қалай? Сабағың ше? Бассейнге барып жүрсің бе? Мен де жүзуді үйреніп жүрмін. Мен Жандоспен доспын. Екеуміз бірге ойнаймыз. Сабаққа бірге дайындаламыз. Алда жазғы демалыс. Демалуға қайда барасың? Бізге қонаққа кел дейді. Досың Рахат дейді. Хаттағы қаратпа сөзді ата. Хаттың әр бөлігінде не айтылған? Қаратпа сөз ол біреуге айтылатын, яғни өзіне қарату үшін. Мысалы, бұл жерде сәлеметсің бе, Айдар деп қаратып тұр. Және де әр бөлігінде не туралы айтылған дейді. Бірінші бөлігінде досымен амандасып, одан алған кітабы үшін рахметін, алғысын айтып, және де қалін сұрап, сабағың қалай деп жатыр. Ал енді екінші жолында сен бассейнге барасың ба деп жатыр. Мен жүзуді үйрендім деп жатыр. Ал үшінші жолында, яғни үшінші бөлігінде ол досы Жандос туралы және олардың бірге ойнайтындығы, және сабаққа бірге дайындалып, алдағы жазғы демалыста бізге қонаққа кел деп айтып жатыр. 52-ші тапсырма үй жұмысын аламыз, балалар. Өздерің достарыңа немесе туыстарыңа осы хаттың үлгісіне қарап, хат жазып көріңдер. Ол хатта сендер өздерің мектебің жайлы, немесе қалай сабақты оқитындығың туралы, және қалай демалатының туралы жазуыңа болады.